Шаш түсуіне қарсы шаралар. Шаштың әдемі көрінуін қыздар қауымына ең басты назарда ұстайды. Қанша күтім жасағанымызбен шаш жиі түседі. Шаштың түсуі сыртқы факторлардан және адам ағзасының ішкі мүшелері әлсіздігінен де тууы мүмкін. Адам шашы күніне 50-100 тал түсуі қалыпты жағдай саналғанымен, одан көп түссе алдын алуға тура келеді. Шаш түсуін тоқтататын халықтың емінің бірнеше тәсілмен танысыңыз. Бірінші, жалпы жиі түсетін шашты емдемес бұрын алдымен түбін қатайтатын шаралар жүргізуі керек. Ол үшін 1-2 ай бойы аптасына 1 рет шаш түбін спиртпен немесе майсана майымен сүртіп отырады. 1-2 ай өткен соң шаш түбі қатая бастайды. Ал өте жақсы нәтиже жету үшін мынандай түрлі емдерді жасауға болады. Бір пияздың сөліне сол мөлшерде майсана майын және бір жұмыртқаның сарысын қосып, шаштың түбіне жағады. 45 минуттан соң шашты жуып тарақпен тарайды. Пиязды майдалап турап, үстіне 100 мл спирт құяды да бір тәулікке қояды. Дайын тұнбамен шаштың түбін сүртіп, полиэтилен пакеттің сыртынан сүлгімен басы орайды. 20-30 минуттан соң шаш салқындау сумен жуады. Жылы не қайнаған суға бал салады. 1 литр суға 2 ас қасық бал. Бастысы бал ерісе болғаны. Осы сумен шаштың түбіне массаж жасап жуады. Бұны аптасына 2 рет қайталайды. Бұл шаштың түбін қатайтады және тез өсуіне көмектеседі. Сарымсақ, қайын, алоэ шырындары және жұмыртқаның сарысы және бал. Осылардың әрқайсысынан 1 шай қасықтан алып, жақсылап араластырады. Қоспаны бас терісіне жағып, 1-2 сағаттан соң жуып тастайды. Сонымен қатар, қайын жапырағын тұнбасымен шайса тіптен жақсы. Жарты стакан айран, 1 жұмыртқа, жай қасық какаоны араластырып, бас терісіне жағады. Қоспа аздап кепкен соң қайта жағады. Дайындаған қоспа таусылғанша осылай жалғастырады. 20-25 минуттан соң балаларға арналған сусабынмен шашты жуып тастайды. 1 ас қасық қалақай жапырағына 200 мл қайнаған су құйып, 1-1,5 сағат тұндырады да сүзіп алады. Шашты жуған соң аздап кептіріп, осы тұнбамен бас терісін сүртеді. Емді аптасына 1-2 рет жасайды. Құрғақ өгей шөптің жапырағы немесе гүлінен 1 ас қасығын алып, 1 стакан қайнаған су құяды. 30 минуттан соң тұнбамен шаш түбін сүртеді.